Облыс орталығында қалалық мәслихат депутаттарының кезектен тыс 42-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде 7 мәселе қаралды. Алғашқы сұрақ бойынша халық қалаулыларының алдына жергілікті полиция қызметінің қалалық басшылығына кандидатура ұсынылды. Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының бастығы жаңадан құрылған сала жетекшісі ретінде ішкі істер органдарында 30 жылдан артық еңбек өтілі бар Александр Михайлов ұсынды. Ол бұған дейін облыстық ішкі істер департаментінің жедел жоспарлау басқармасында бастықтың орынбасары қызметінде болған. Начальник местной полицейской службы приравнен к заместителю начальника территориального органа внутренних дел. Заң бойынша жергілікті полиция қызметінің бастығы аумақтық ішкі істер органдары бастығының орынбасары қызметімен теңестірілген. Ол өз бетімен ішкі істер органдары атынан бұйрық шығару құқығы бар. Депутаттар Петропавл қалалық жергілікті полиция қызметінің басшылығына Александр Михайловты бір ауыздан қолдады. Кейін қаланың 2016-20 жылдарға дейінгі даму жоспарына енгізілген өзгешеліктер қабылданды. Олардың қатарында қаланың құрылыс саласын жандандыруға байланысты тың бастамалардың көтерілуі де бар. Өңірімізде құрылыс саласына қажетті материалдарды жасап шығаратын зауыт өнімдері үлкен сұранысқа ие болатын еді. Әрине бізде ондай бірнеше мекеме бар. Бірақ ондай зауыттарды тағы да ұлғайтсақ, құрылыс қарқыны одан да бетер үдей түседі. Сонымен қатар Павел Афанасьевтің сөзінше облыс орталығында жер телімін алуға кезегі азаяр емес. Әлі күнге дейін 7 мыңнан артық адам кезекте тұр дейді. Сонымен қатар жоспарға сай алдағы 3 жылда балаларды балабақшамен 100% қамту көзделген дейді. Сондықтан халық қалаулылары жаңа қала жоспарына сәйкес бірқатар келелі мәселелер шешіледі деген ойда.